Біз бүгін кесерсіз құймақ пісіреміз. Мына жерде менде рафинат қантты сүтке кішкене ерітіп алдым. Соған жұмыртқа салып қазір араластырамыз. Мен ешқандай граммовка, весы қолданбай, осылай барлығын наглаз жасай беремін. Араластырып аламыз, бір шым-шым тұз саламыз да, ұнды електен өткізіп саламыз. Біз бірінші қою основасын жасап аламыз. Содан кейін сүт қосып сұйылтамыз. Осы кезде венчикпен барлығын жақсылап араластыру керек. Осы комочектар еш нәрсе ұн қалып қалмау үшін араластырып аламыз. Бұл осындай техникамен де панкейк та жасауға болады. Тек сүтін азырақ қосасыздар. Осындай бір тесті. Осылай жақынырақ түсіріп көрсеттім. Ешқандай комочек жоқ. Бір келкі гладкий тесті шығады. Осыған сүт құйып сұйылтып аламыз. Блинның рецепті оп-оңай жаттап алсаңыз да болады. Жұмыртқа, ұн, сүт, қант, тұз и сұйық май соңында кішкене болды. Осыдан блинный торт жасаймыз қазір біз. Сүтін қосып керек консистенцияға жеткізіп аламыз. Жақсылап араластырып қазір пісіреміз. Соңында сұйық май құямыз обязательно. Кейбіреулер сары майды ерітіп құяды. Ешқандай разница байқамадым. Мен сұйық маймен солай жасай беремін. Араластырып алып пісіреміз. Мына жерде видеода көрініп тұр, ешқандай комочек жоқ, бәрі біркелкі араласты. Тез-тез пісіріп аламыз. Бұл бірінші блин даже комын болмайды бұл рецептпен. Барлығында шығады. Пісіріп аламыз және осындай формаға жинаймыз блинный тортты. Кремында менде сметана мен қант қана. Осылай қойып аламыз. Кремін жағамыз жақсылап арасына. И слой-слоймен солай қайталаймыз. Шеттеріне, барлық жеріне жақсылап жағамыз. Бұндай тортты жасауға жарты сағат уақыт кетті әрі кетсе. Тұрып, чтобы настоялась, крем сынып, солай тұрғу керек. Дәмі күшті шығады. Креміне творожный сыр, сливкімен жасаса, онда молочная девочкаға ұқсайды дәмі. Өте дәмді, оңай тез жасалатын торт шығады. Сметана мен қант қосқан кремді жағып аламыз. Кішкентай балаларға да беруге болады. Ешқандай аллергия, краситель болмайды. Краситель ештеме жоқ. Қалауыңызша осылай жидектермен, шоколадпен безендіріп столға қойсаңыздар болады. Ас болсын.